Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге пеште дайындалатын өте дәмді тамақтан рецептін ұсынбақпын. Ең алдымен бізге бір орташа пияз, жарты помидор және де жарты болгар бұрышын өзімізге ыңғайлы етіп турап алып, блендерде араластырамыз. Қатты суы шығып кетпеу керек, егер де шығып кеткен жағдайда оны фаршқа қоспаймыз. 200 грамм фаршқа дайындап қойған қоспамызды саламыз, және де дәміне қарай тұз, бұрыш, приправа тоже салсаңыздар болады, жақсылап араластырамыз. Яғни біздің котлетіміз дайын болды. 7 штук картошканы жақсылап жуып тазалап алып, 15-20 минут қайнатамыз. 1 штук кабачки, 1 штук баклажан, 3 помидорды видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. Негізі формалары бірдейлерін алғандарыңыз дұрыс, менде кішкене әртүрлі болып қалды. Арнайы пешке арналған табамызды дайындап аламыз. Егер де сіздерде бұндай стеклянный болмаса, пештің обычный противень қолдансаңыздар болады. Енді осы дайындап қойған барлық ингредиенттерімізді табамызға ретімен саламыз. Сіздер өз еркілеріңізде қалай орналастырып салсаңыздар да, мен баклажан, котлет, помидор, кабачки қылып ретімен орналастырып салдым. Жаңағы дайындап қойған картошкаларымызды саламыз. Мен 15-20 минуттай қайнаттым, яғни пісуіне 5 минут қалған кезде судан алдым. Енді соусын дайындаймыз. 2 ас қасық томат пастасы, 1-2 тіше чеснок, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салып, араластыра отырып, қайнаған су құямыз. Жақсылап араластырып аламыз, яғни ешқандай да комочка қалмағаны дұрыс. Және де егер қалауларыңыз бойынша зелень салсаңыздар болады. Менде петрушка және де укропты турап салдым. Петрушканың өзі тамаққа ерекше дәм беріп тұрады. Енді осы дайындап қойған соусымызды барлық өнімдерге тегізе отырып құйып шығамыз. Піскенге дейінгі көрінісі менде осындай болды. Енді бетін толықтай фольгамен жауып шығамыз. 200 градуста жарты сағат фольгамен, жарты сағат фольгасыз пісіріп аламыз. Яғни толықтай 1 сағат піседі. Осы рецепт бойынша менде 5 порция болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.